Ассаламу алейкум. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Ақнұр өзінің мороженое үй жағдайында жасалатын балмұздақтың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл балмұздағымыз үшін сгущенное молоко, сливки және де сироп керек болады. Енді сливкиміздің үстіне сгущенное молокомызды құйып, жақсылап қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алдық, міне қыздар, қою масса болды. Енді осының үстіне әркім қалауынша ягоды салса болады. Мен клубника салдым. Сосын үстіне бір келкі болғаннан кейін сиропымды аз мөлшерде құйып, морозильникке бетін пленкамен жауып, сақтап қоямыз 4-5 сағат. Мен қыздар, біздер мороженеміз дайын болды. Өте күшті болып шығады. Енді сіздер жасап көріңіздер. Балдарыма қатты ұнады біздер. Мен қазір магазиннен алмаймын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Күшті шығады.